Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге қызықты құндыздар туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Құндыздар ақылды жануарларға жатады. Олар суды бөгеп, тоғандар жасайды. Сол тоғандарға өздеріне жайлы үй салып. Үйдің төбесі судан шығып, астыңғы жағы суда тұрады. Адамдар сияқты бірігіп еңбек етеді. Олардың тістері өте өткір болады екен. Ағашты кеміргендіктен үнемі өсіп өткір тұрады. Ал құйрығы болса, суда жүзгенде бағыт береді. Қауіп төніп қалғанда дабылдың қызметін атқарады. Яғни жалпақ құйрығымен суды ырғалап достарына хабар береді. Оның түктері жылтыр және тығыз орналасқан. Құндыздың өкпесі мен бауыры үлкен болғандықтан, ол су астында 15-20 минут бола алады. Бұл жануарлардың көру қабілеттері өте әлсіз. Алайда олардың естуі мен сипап сезуі жақсы дамыған. Құндыздардың ұялары өте таза болады. Бұл жануарлар яғни тәртіпті және ұқыпты. Құндыздар ауа өзгелерін бірден байқап қояды. Қыс мезгілінде құндыздың үйінен бу шығып тұрады. Бұл нені білдіреді, достар? Бұл құндыздың үйінің жылы екенін білдіреді. Мінекей достар, біз құндыздар туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.